Біздің келесі бейне сабақ ол тағы да кинематика тақырыбына арналады. Сонымен берілген оқиын. Жылдамдығы 15 метр секунд, пойыз жолаушысы терезеден қарама-қарсы бағытта келе жатқан ұзындығы 150 метр пойызды 6 секунд бағалай алады. Қарама-қарсы келе жатқан пойыздың жылдамдығын табыңыз дейді. Бізде айтады қарама-қарсы бағытта келе жатқан, яғни пойыздар бір-біріне былай қарама-қарсы бағытта өтіп кетеді екен. Сонда олар бір-біріне өте жылдамдықпен тез өтіп кетеді. Осыған қарап біз бір нәрсені түсінуімізге болады. Енді бірінші пойыздың жылдамдығын V1 деп алайық. Ол 15 метр секунд. Терезе қарама-қарсы және қарама-қарсы келе жатқан пойыздың ұзындығын S2 деп алайық. 150 метр. Бізде S деп аласылайық, өйткені бірінші пойыздың ұзындығы бізге қажет емес. 150 метр. Және де оны 6 секунд бақылайды. 6 секунд. Бізге табу керек қарама-қарсы келе жатқан яғни пойыздың жылдамдығын V2-ні. Енді бізде жалпы жолдың формуласы S тең болады V көбейтілген T, осы формула бойынша. Енді бізде қарама-қарсы келе жатыр дегеннен кейін оның жылдамдықтары не болады? Бір-біріне қосылады. V1 плюс V2 деп аламыз. Жалпы бір V-ны осылай 2-ге бөліп аламыз. V1 плюс V2, сыртында T көбейтілген тең болады. Енді бізде жол берілген, жалпы ол 150 метр. Осыны мына жаққа жазып қояйық. 150. Енді V1 бізде 15 метр секунд. Осы теңдеуді жалғастырамыз. 15 плюс V2 белгісіз. Жақшаның сыртында T 6 секундқа тең. Тең болады 150. Енді мына жақшаны қалдырайық та, көбейтіліп тұрған 6-ны 150-ге бөлейік. 15 плюс V2 тең болады. 150-ді 6-ға бөлеміз, бізде шығады 25. Енді мына V2-ні қалдырамыз. Плюс 15-ті мына жаққа минус 15-ті көтірсек, 25-тен азайтылып 10 қалады екен. Бұнда қарама-қарсы келе жатқан пойыздың жылдамдығы 10 метр секунд. Енді біздің ВК парақшамыз мұнда сілтемесі көрсетілген. Жалпы ұбт физика математика деп жазсаңыздар, менікі шығады группам. Группаға тіркеліңіздер. Күнделікті ақпарат, жалпы керекті материалдар, көпшілік бейне сабақтар YouTube емес, сол топтың видеозаписіне салынған. Сол жерден тауып ала аласыздар. Бізде физика курсы өтіп жатыр. Физика курсына қатыса аласыздар, ақылы түрде онлайн сабақтар өтіледі.